Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жұп-жұмсақ болып шығатын сигария бүрек жасайтын боламыз. Ол үшін бізге лаваш қажет болады. Лавашты видеода көрсетілгендей етіп, майда бөліктерге бөліп шығамыз. Енді сигария бүрегіміздің ішіне салатын сырды дайындаймыз. Видеода көрсетілгендей етіп, сырды бөліктерге бөліп шығамыз. Жаңағы үшбұрыш болып кесілген лавашымызға әр сырды салып, видеода көрсетілгендей етіп орап шығамыз. Енді үлкен бір ыдысқа жұмыртқаны саламыз, оған дәміне қарай тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Енді жаңағы дайындаған лаваштарымызды осы жұмыртқаға батырып, қызып тұрған майға беттері қызарғанша екі бетін айналдыра пісіріп шығамыз. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Ас болсын!